Баршаңызға сәлем, қыз-келіншектер, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге жұқпа дайындайтын боламыз. Кейбір жерлерде қылманды деп атайды, бірақ біздің жақта жұқпа деп атайды. Лаваштың қамыры деп айтсаңыздар болады. Лавашқа беймай қолдансаңыздар болады. Осылай оңай майысатындай жұмсақ, әдемі, өте дәмді жұқпа шығатын болады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Осылай бөлген кезде осындай жұмсақ, оңай бөлінеді. Дәмі өте керемет. Бізге тестасына тек қана су және де тұз қажет болады. Осылай жарты кесе суға бір кіші қасықпен тұз салып, кішкене қаттылау қамыр жасап алатын боламыз. Дәл осы рецептен бізге 12 штук жұқпа шығатын болады. Бір кесе толтырып жасайтын болсаңыздар, яғни 24 немесе одан да көбірек шығатын болады. Қамырымыз осылай кішкене қаттылау болу қажет. Қамырымыз дайын болған соң тындыруға жібереміз 10 минутқа. Кішкене тындырып алған соң бөліктерге бөліп, тағы да біраз тындырып алатын боламыз. Жұқпа дайындаған кезде өзін ғана пісіріп алсаңыздар болады, немесе арасына фарш, сәбізді, пиязды қуырып солай пісіріп алсаңыздар да болады. Мен тек қана өзін пісіріп алдым. Осылай жұқа етіп жаясыздар. Бір қамырды емес, осылай мен сияқты 2-3 қамырды бірден жаятын болсаңыздар, жұқа қағаз сияқты, жұқа жүзінде әдемі бір тегіс болып жайылады. Неге біздің қамырларымыз осылай болу керек. Енді пісіруге кірісетін боламыз. Табамызға кішігірім ғана май жағып, бірінен бірін пісіріп алатын боламыз. Тез дайын болады, осылай қолмен айналдырып тұрыңыздар. Орташа отта барлық қамырды пісіріп алатын боламыз. Әрбір жұқпа пісіріп жатқан кезде май жағып отыратын боламыз сковородкамызға. Мінекей біздің жұқпа дайын, өте әдемі, өте балғын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Үйіңіздерге ұнайды деген сенімдемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер сіздердің үйлеріңізде үлкен жастағы кісілер болса, яғни ата-әжелеріңіз болса, бұл жұқпалар оларға өте ұнайды деген сенімдемін.